Баршаңызға қайырлы күн. Шпроттан 15 минут ішінде дәмді әрі әдемі тіске басар дайындайтын боламыз. Бізге қажетті банкадағы шпрот, нан, тұздалған қияр, творожный сыр немесе орнына майонез қолданасыздар. Нанның шеттерін кесіп, үстінен 2-3 рет оқтаумен жаямыз. Егер сіз жаңадан қосылып видеоны көріп отырсаңыз, арнаға тіркелуді ұмытпаңыз, қоңыраудың суретін басып қойыңыз. Алда өзіме ұнаған жасап көрген 1-2 минуттың ішінде видеолар шығаратын боламын. «180 градустағы қызып тұрған духовкаға 10 минутқа қоямыз. Қиярды осылай дайындап аламыз. Жарты шай қасық творожный сыр жағамыз. Творожный сырдың орнына майонезге аз ғана қатты ірімшікті теркадан өткізіп, екеуін араластырып жақсаңыз болады. Ортасына балықты, тұздалған қиярды орап, укропты қосып саламыз. Видео ұнаса лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.